Жалпы сізді Қара шаңырақта не тартады? Көп әріптестеріміз шынымен көреміз шетелде, бірақ шетелде жүрсе де мысалы отбасымен жүрген әріптестерімізді көреміз. Ал енді мен өзіме жауап берсем, өзім шынымен отбасымен болғанды жақсы көретін адаммын. Бұл енді мен саналы өмірім, қызметтегі өмірім үйден сәл алыстау өтті. Алыс болғанда қалай? Азанда кетесің, түсте жаңағындай түскі шайды көшеден ішуге тура келеді. Өмірім бойы сондай. Сондықтан да мынау сенбі жексенбі күні отбасымен бірге болғанды қалап, сол баяғыдан келе жатқан сондай нем бар. Осының бір көрінісі болса керек, шынымен демалыс ала қалсам, отбасыға барам. Әке-шешем Шымкентте тұрады, інім, қарындасым, сол кісілерді көргім келеді. Одан кейінгісі енді жер үйде тұрады ол кісілер, өзім туып өскен жер, кішігірім бақша, алма ағаштары, басқа персик, сондай ағаштар отырғызған бақшамыз бар. Сол жерге барып, сол бақшада жаңағындай қара жұмыс істегенді жақсы көрем, өзім шөбін шауып деген сияқты. Менің өмірім міне осылай.